Қайырлы күн, құрметті әріптестер, қымбатты студенттер. Бүгін сіздердің назарларыңызға кітапханалық қызмет көрсету пәні бойынша онлайн ашық сабақ ұсынамыз. Сабаққа қатысып, тапсырманы орындаған кітапхана ісі мамандығының 3-ші курс студенттері. Ұсынылып отырған тақырыбымыз кітапханада кітап көрмесін ұйымдастыру. Кітап көрмесінде ұлттық құндылығымызға, тарихымызға, мәдениетімізге көңіл бөліп, жоғары дәрежедегі шығармаларды ұсындық. Сөз құдіретін түсінген, от ауызды, орақ тілді ақын жазушыларымыздың шығармалары мен өскелең ұрпақ білім нәрін сусындап келеді. Бабаларымыздан қалған ескірмес мұраларды болашақ маман ретінде ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп, терең, мәңгі ие еңбектерінің қадірін арттырып, қастерлей бермекпіз. Елімізде 2007 жылдан бастап республикалық бір ел бір кітап акциясы өтіп келеді. Осы акцияға біздің студенттер де қатысып, өздерінің үлесін қосып, кітап көрмесін ұйымдастыруда. Кітап көрме арқылы құнды шығармаларды насихаттауда. Ал енді сөзді студенттерге берейік. Биыл қазақтың бас ақыны Абай Құнанбаевтың 175 жылдығы ЮНЕСКО аясында кең көлемде атап өтілуде. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Абай және 21 ғасырда Қазақстан атты мақаласында ұлы ақын тұлғасын бұрынғыдан да асқақтата түседі. Абайдың шығармашылығына зер салсақ, үнемі елдің алға жылжуына, өсіп өркендеуіне шын ниетімен тілеулес болғанын, осы идеяны барынша дәріптегенін байқаймыз. Ал ілгерілеудің негізгі білім мен ғылымда екенін анық білеміз. Абай қазақтың дамылсыз оқып үйренуін бар жан тәнімен қалады. Әлем таныған ұлы Абай атты виртуалды онлайн көрмемізге қош келдіңіздер. Біздің көрмеміздің мақсаты Абайдың шығармашылығын оқырмандарға толығымен таныстыру. Көрмеміз 6 бөлімнен тұрады. Алғашқы бөлім Абай және әлем әдебиеті деп аталады. Абайдың жалпы поэзиясы мен прозасының оқырмандар аясы басқа елдер мен континенттерді қамтып, дүние жүзі бойынша жылдан жылға өз кеңістігін кеңейтіп келеді. Әлемдік әдеби кеңістік Абайдың терең, өзекті философиялық ойларымен, әрі оның классикалық әдеби мәтіннің эстетикасымен баюда. Абайдың шығармашылығы әлемнің 35-тен астам тілдеріне аударылған екен. Әлемге танылған Абайға 175 жыл атты біздің виртуалды онлайн кітап көрсетіліміне қош келдіңіздер. Біріншіден біз тоқтала кететін болсақ, мен сіздерге қысқадан нұсқа таныстырып өтейін. Абайтану Мұхтар Әуезовтің «Путь Абая», яғни Абай жолы романына байланысты Абай жолы деректері сақталған. Соның ішінде біз алатын болсақ, Тоқаев, Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев, Қазақстан Республикасының президентінің сөзін біз тие кететін болсақ, өскелең ұрпақ Абай айтқандай ғылымды толық игерсе, өз тілін құрметтесе, әрі шын мәнін полиглот болса, ұлтымызға
тек игілік әкелері сөзсіз деп кеткен сөзін біз өзіміздің көрмемізге тиек етіп алдық. Және де соның ішінде келесі қатарында бізде Абай Құнанбаевтың жазған өлеңдері туралы сақталған қатар, яғни бұл жерге біз Абайдың өзінің жазған және де Абайға арнап жазылған өлеңдер осы қатарда Абай өлеңдері деп алған болатынбыз. Және де Абайды зерттеген бұрыннан 18 ғасырдан бері зерттеп келатқан ғалымдардан және де қазіргі таңдағы 21 ғасырдағы зерттеген ғалымдарды қосып алған болады. Абайдың жазған өлеңдеріне тоқталып өтетін болсам, қазір менің қолымда тұрған осы көрмедегі Абай өлеңдері ішіндегі ең айшықтысы «Сен де бір кірпіш дүниеге» Абай Құнанбаев және Атамұра мектеп кітапхана баспасынан жазылған екен. Соның ішінде менің өзіме жаныма жақын бір өлеңді оқысам. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң әр қалан. Сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін тапта бар қалан. Қайратпен ақыл жол табар, қашқанға да қуғанға, әділет шақпат кімде бар, сол жарасар туғанға деген. Абайдың ең бір ұмытылмас еңбектерінің бірі, оның аудармалары Еуропа және орыс ұлы ақын жазушыларының шығармаларын өз еліне үлгі етіп таныстыруы. Сіздерге Абайдың өлең және аудармалар шығармаларының ішінен Лермонтовтан аударған аудармасын оқып берейін. Сүйкімді болатқан жар тұрсың жайнап, ыстық суық майданда шығады ойнап. Грузин ашулы ұста кекке соққан, ер шекесі соғыс үшін алған қайрап. Қара сөз қарап маған көп қадалған, құпия қайғы өртеніп бойға алған. Болатша дірілдеген жалын көрген, бүң күргіт тартып және оттай жанған. Ұлы ақын, ағартушы Абай музыкалық саласында да айта қалғандай мұра қалдырды. Абай атамыздың бізге жеткен 28 әні, 3 күйі, сондай-ақ бір желдірмесі халық есінде сақталған. Оның ішінде тоқтала өтетін болсақ, желсіз түнде жарығай, айттым сәлем қаламқас, көзімнің қарасы, жарқ етпес көңілім не қылса да, қор болды жаным, өлсем орным қара жер және тағы басқа. Абай Құнанбаев сондай-ақ тек қана қазақ әдебиетімен емес, орыс әдебиетімен, әдет-ғұрып музыкасымен, қала романстерін ести тыңдай отырып, солардан шығармашылық үлгі алды. Оның үстіне Абайдың Евгений Онегинді аударып, Татьяна хатына өзінің ән шығаруы, Дельфик пен Глинканың сұрғылт тұманын, Рубинштейннің Мен көрдім ұзын ағаш құлағанын, және де Лермонтовтың Қараңғы түнде тау қалқыбын аударып, оларға ән шығарғаны Абайдың музыкалық сөздігін байытуға әсер етті. Тағы бір ескере кететін нәрсе, Абай өлеңдерінің ерекшелігі ол мелодиялық, ырғақтық жағындағы өзгешелік болып табылады. Енді біздің көрмеміздегі Абай әндеріне тоқтала өтетін болсақ, менің қолымдағы бірінші кітап бұл ән жәрмеңке деп аталады. Бұл Алматы Жалын баспасы 1995 жылы. 4-ші тарауында біз Абайдың көңіл құсы қиқылжың шағар тарапқа атты тарауында Абайдың әндерімен толық таныса алатын боламыз. Және де келесі ұсынатын кітабым бұл «Песенное творчество Абая» деп аталады. Бұл журнал Алматы 2004 жылы баспадан шыққан, Алматы баспасынан шыққан. Бұнда да Абайдың өте көп өлеңдері сақталған. Қорыта айтқанда, Абай Құнанбаев атамыз тек қана қазақ жазба мәдениетімен ғана емес, қазақ музыка мәдениетін үлес қосқан композитор болып саналады. Сонымен қатар Абай атамыздың мына бір өлең есіме түсіп тұр. Құлақтан кіріп ойдалар, әсем ән мен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең мен сүйсе демекші, барлық қазақ қауымын, қазақ халқын, қазақ музыка мәдениетін Абай атамыз сүйгендей сүюге шақырамын. Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасы жыл басында Қазақстан кітаптары оқу залында Абай әдеби орталығын ашты. Орталықтың мақсаты Абай Құнанбаевтың рухани мұрасын кеңінен насихаттау, ақынның еңбектерінің нәрін өскелең ұрпақтың санасына сіңіру және өмірлік азығына айландыру болып табылады. Абай мұрасы біздің ұлт болып бірлесуімізге, ел болып дамуымызға жол ашатын қастерлі құндылық. Абай Құнанбаевтың алғашқы өмірбаянын кім жазды? Оның алғашқы кітабы қай жылы жарық көрді? Абай күнделікті өмірде жақындарының, оның оқушылары мен серіктестерінің шеңберінде қандай болды? Оларға не үйретті? Даулы мәселелерді қалай шешті? Оқырмандар жауаптарды алғашқы Абай танушылар Қай Мұхамедқанов, Мұхтар Әуезов және қазіргі зерттеушілер жазбаларынан табады. Абай бұл барлық уақытта, барлық ұрпақтар мен халықтар үшін өзекті шама. Абай ғасырлар бойы сақталып келген тарихи тұлға, ал оның мұрасы, өлеңдер,
проза, ойлар мен нақыл сөздер бүкіл адамзат үшін өнегелі бағдар болады. Көрменің кемеңгерліктің биік шыңы Абай атты бөлімінде 2016 жылы қыркүйек айында жарық көрген «Үш таған рухани танымдық» журналы қойылған. Журналдың 36-37 беттерінде Абайдың намазы атты мақала жазылған. Мақала асыл Алла тағаланы тану, ниет, амал және иман, намаз, дұға, такбир тахриманың сыры, Алла өзгермес, адамзат күнде өзгерер, құбылаға бет түзеу, фатиха оқу, аталардан қалған асыл дін атты бөлімдері бар. Жалпы Абай шығармаларында дін тақырыбы ерекше орын алады. Оның 38-ші қара сөзінің соңында намаз жайлы әңгіме бар. Дәлірек айтқанда, намаздың ішкі сырын сөз етеді. Келесі көрмеге қойылған журналымыз бұл 2014 жылы желтоқсан айында 12 номермен жарыққа шыққан «Мәдениет» атты журнал. Журналдың 16-17 беттерінде қазақ ақыны Ибрахим Құнанбайұлының өлеңі жайлы жазылған. Қазақтың бас ақыны Абай Құнанбаевтың тұңғыш өлеңдер жинағы қалай жарыққа шықты және де оның жарыққа шығуына кімдер атсалысқаны жайлы біле аламыз.